Сұлтанмахмұт Торайғыров 1890 жылы 28 қазанда дүниеге келіп, 1920 жылы қайтыс болады. Ол ақын, ағартушы. Ол 2 жасында өзінің шешесінен айырылып, 6 жасына дейін әжесінің қолында өсіп, Баянауылға көшеді. Ол жақта Мұхан Әубәкір деген молдалардан дәріс алады. Әубәкір молданың қаталдығына шыдай алмағандықтан 1912 жылы Торецтегі Ахун медресесіне түседі. Ол жақта көп оқымайды, себебі ол өкпе ауруына шалдыққан еді. Сұлтанмахмұт Торайғыров, кедейлік. Сен тексірін, түсін суық, іздемес сені адам керек қыл. Амал жоқ, ықтиярсыз құлқылас, маған салса қасым келмей жоқ. Жанды жеп, сен ғой мені арытатын, күнін жоқ, атпен асқа жарытатын. Жыртықтан жылтылдаған жас денемді күнге қақтап, аязға қарытатын. Зарытпар киер киім сер асқа, сөктіріп марлы балау надан насқа. Жас көңілді қайғымен уландырып, сенсің ғой толтыратын көзді жасқа. Қинайтын жан алғыстай жанды сенсін, түсі суық жыланмен бірдей тенсін. Маған салса кедейлік ат өскірді, дер едім тұрмастай терге көмсін. Бірақ сен өлмейсің ғой заның берік, құтқарсан бар әлемді сыны өліп. Өлмесен де өлтірем өсе келе, жүрмесмін золас болып саған еріп. Талайды осы күнақ жүрмін көріп, салқауды қаппалайсың аттай мініп. Талаптының маңына жоламайсың, талаптанып қуға өзімдерік.